Baja Pro. Ассалаумағалейкум құрметті мен Baja Pro. Бүгін біздер еттен Джоннидің оқиғасын іздемейміз. Естеріңде бар, кім Джонниді бұрын тонап кетті. Сондықтан Джонни олардан кек алмақшы. Бұл Джонни өзінің шоқасына отырып жол тартты. Ал бұл бірінші бөлімді. Арнаға тіркеліп лайк басыңыздар, комментке жазыңыздар. Бұл Джоннидің оқиғасын түсірейін ба, түсірмейін ба? Так, оның үй жағы мені осы жер. Міне жаққа тоқтаймыз. Жасаудағы үй жаңа сары. Осы мені тонап кетті, мені кетті ол. Машинамызды қалтай тастар. Ал осы Джоннидің алдыңғы бөлімде Джоннидің үйін тонап кеткенде мұны сары шашты тақырбас берген. Джонни бұмен төбелесе ала ма, кім біледі. Ол да төбелескісі келіп тұр, бірақ Джонни оған шанс береді. Сөйтіп ол қаша бастады. Джонни артынан қуады. Ары қарай көріңіздер, не болғанын. Бергере. Ё-моё, мұның қатты жүгірді, артыма қойып қоя, мынауың, ё-моё, бергере. Зорлық тұрғын. Сөйтіп Джонни өзі қашты, өйткені оның прачкалары алдынан күтіп алды. Сөйтіп Джонни қашып жатқан кезінде машинасына жүгірді. Себебі оның артынан прачкалар құлап жатқан. Сөйтіп Джонниді бір машина қағып кетті. Сөйтіп Джонни қаша берді. Джонниді полицияға көрсету керек болды. Бірақ Джоннидің машинасын біреу ұрып кетті. Ол кім болды? Джонни. Тоскафқа берді. Ол үшін достар, мені Джонни өзінің қайтарып алу үшін не істеу керек? Соны комментарийға жазыңыздар. Бұл Джонни бірінші бөлім. Бірақ ол фильмден ол қаша берді. Сөйтіп алдынан оның бір ата бар, оның артынан қашты. Артынан қашқан ана үйде қызыл уақтан шашты. Сөйтіп Джоннидің машинасы бір кезде бақ болып пайда болды. Джонни есін алдап алды. Ол бірден бір аталарын шақырып кетті. Достар, Джонни Атмор болған етін. Джонни артына қарамай адамдарды бас-бастан қаша берді. Оның алдынан қызылда адам шығыпты, бірақ Джонни оларға қарамай қаша берді. Ертеңгісіне бұл машина бұзылып қалды. Сол жерде бұзылып қалған екен. Сөйтіп ол машинасынан түсті. Моторын қараса, мотор күйіп кетіпті. Сөйтіп ол көшедегі бір машинаны ұра келеді. Оған полициялар артынан қойды, бірақ жете алмаған Джон. Ол дейтін үйіне оралады. Алдынан полиция шықты, бірақ ол полициялар болған Джонниге қуып жете алмаған олар. Джонниге жете алмаған соң оларға шыққаны қорлауды қойды. Джонни қаша берді. Джонни өзінің үйіне барады. Джонни апатқа ұшырап қалған кезде Джонни тормозды беріп қалды. Ақыры жол апаты болмады. Сөйтіп Джонни алдынан полиция шыққанын көрді. Полиция оның артынан қуа жүрді. Джонни қашты, үлгерді. Ол полиция артынан кетуді доғарды. Себебі бұл жете алмады.
Ақыры дегенде Джонни жауап атқа шығады. Джонни жауап атқа шығған кезінде оның басы айналып жерге құлап қалатын болған. Жерге қалған соң ол өлімнен қаша баштады. Сөйтіп ол ойлаған кезінде ол өзінің не болғанын есіне түсіре алмай машинасының алдына қараса жауабына түскенін есіне түсірді. Джонни мен басын кезінде машина оталама деді. Себебі бұл машина оталмаса бұл Джоннидің машинасы емес, бұл өзінің досының машинасы деген. Мен Джонни өзінің досына қарай кетті. Бұл Джонни ауылға қарай кетті, бірақ ауылға кетпестен ол үйіне барып заттарын жинауды шешті. Себебі Джонниді бұл жақта полицейді, бандиттерді қуып жүр. Джонни үйін не істеп жинап болсын қалтап кетті. Бұл үйді сатады деп жазды. Джонни өзінің ауылына қарай бет алды. Себебі бұл жақта оны бәрі де іздеп жүр, және де бәрі де оны өлтіргісі келеді. Сондықтан Джонни бұл жақта тұрмайын деп шешті. Үйімен қоштасты. Полицейлерден қашты. Полицейлер оны қаншама қуса да жете алмаған соң олар алдына эвакуатор полиция шыққан соң олар бұның машинасы кенеттен бұзылып қалды. Ақыр дегенде Джонни табады деп ойлады, бірақ Джонни газы олар келмей тұрған кезінде Джонни моторды жөндеді де машина отты. Машина оталама деді. Машина оталды. Артына қараса қара машина кеткен. Сөйтсе ол полицейдің машинасы жоқ қалды. Жетті де қайтадан өсіп қалды. Джоннидің ұсталған жері осы шығар деді де Джонни. Оған түс машинадан айтып сен атам деді. Джонни ол түсті деп беру деді. Аға мен кінәлі емеспін деді. Ал сөйтті де ол полиция кетті. Джонни қуанғаннан несі болды. Сөйтті де Джонни бұл машина бытшын шығарды. Бірақтан да бұл машина жүрді. Бірақтан да досына қараған не еткен соны білгісі келді. Достар, Джоннидің оқиғасы өте қатты. Джонни өзінің ауылына келгеннен соң ол жақта досы жоқ. Досын сұрады. Джонни өзінің ауылына келді. Сөйтіп оның досын сұраса, ол досы көшіп кетті. Бірақ Джонни оған сенбеді. Джонни өзінің досының үйіне барды да соқта көрді. Ал Джонни оған жеткен соң кездесетін болады. Оңғайдан тез монтаж. Джонни оның үйіне келген соң Джонни оның үйіне келді. Бірақ досы бармаған оны көрмеді. Сондықтан оны көру керек. Ол машинасын бытшаңдан жеткен деді. Сөйтсе оның есігі жабық болды. Сөйтіп ол бір жаққа кетіп қалған шығар, Америкаға ұшып кеткен шығар деді. Джонни сол жерде тұра тұрып тауып қалады. Сөйтіп Джонни есінен алған соң күн батып тұншықты. Сондықтан бұл Джонни машинасына отырып кетуді ұйғарды. Бұл машина тартпай жүрмей қалған соң
біреудің машинасын соғып қайтадан аварияға түсті. Бірақ ол қатты түскен жоқ. Сөйтіп Джонни өзінің жолына, ана машина өзінің жолына кетті. Джонни өзінің үйіне келген соң Джонниның мына машинаны ұрғысы келді. Себебі бұл машина болашақтан өсіп қалды. Сөйтіп оның машинаның егесі Джонниді өтті. Оның машинасын сүртті, кетіп қалды. Сөйтіп алдынан бір машина шықты. Ол машина Джонниді бір қақты. Артынан тағы бір машина шықты. Джонни сол машинаны ұрғысы келіп Америкаға жүру керек. Себебі Джонниді ол можып қағып кетті. Джонни оны артынан қуады. Жүгірді. Тым болған жоқ. Ол өзінің бетінше кетті. Сөйтіп Джонниді қағып жоғалып кетті. Джонни оянса больницаның қасына бірақ шықты. Джонни косойдың өз жағына бірақ келді. Сөйтіп Джонни жүгіріп кете берді. Секіріп, ол жаяу кетті. Себебі оның машинасы біреу ұрғанын сезді. Жүгіріп кете берді. Ақырден ана аяқта машина жолын көрді, сояққа қарай жүгіріп бет алды. Достар, бұл Джонни жүгіре берді. Соңына барған кезде бояқта жол тұрды. Бірақ ол жолда тірі машина да жоқ болды. Сөйтіп ояқ қараса, ояқ өлу жақ дейді. Ояқ Америкаға баратын жол деді Джонни. Сөйтіп сол үйге жүгіріп кетті. Ол өзінің досына барғысы келді. Ол косой. Жүгіре келіп, пойыз жоқ па, артына қарап, машина жоқ па. Джонни сосын не көрмеді десеңіздерші, достар. Джонни бәрінің бәрін көрді. Джонни жүгіре берді. Ол шаршамай жүгірді. Дым болған жоқ. Сөйтіп барып жүгіре берді. Ол өзінің үйін көргендіктен, бірақ ол бара бергенше алыстай берді. Себебі оның үйі жақында емес, алыс жақта. Ол аяқтық бір қызық нәрсе көрді. Сөйтіп Джонни ояққа қарай жүгірді. Сөйтіп ол трасса екен. Сөйтіп оған жүгірді. Сөйтіп бір полицей оның досын қағып кетті. Ол жүгірді. Косой! Косой, қалайсың, анауға не болды конкретті тоқташы. Косой! Мен солай маған ертең сияқты. Сөйтіп Джонни бір машинаны көрді, соның ішіне отырмақшы болды. Сөйтіп Джонни ол машинаны отырмақшы болды. Сөйтіп ол қыз Джонни косойдың несі болды. Сөйтіп ол қыз Джонниді ұрды. Джонни қызға қол көтермекші деді. Жағынан, бағынан ұрдып, ол қыздың ақыр дегенде өлтіріп кетеді. Ол косойдан кешірім сұрайды. Бірақ косой оны кешіре бермейді. Достар. Достар, осылайша біздің видеомыз бітті. Мен бұл түсіндірмеймін. Оған мен Баха Про
шын атым Абдрахман Багдыгерет. Сондықтан Джоннидің екінші бөлімін түсіремін десеңіздер айтыңыздар. Мен Джоннидің екінші бөлімін түсіретін боламын. Сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Баха Про. Сау болыңыздар.